Dostlar bugün sizlerge қалай келе салып бір баланы ғашық болып қалды, екі бала ғашық болып қалды. Оның бір аңсар деген баланы қазір бүгін осы видеода айтып берейін. Ал келесі видеода Нариман туралы айтып берейін, аңсар туралы. Жаман қызық болады сіздерге. Сол туралы таныстырып берейін сіздерге. Короче, осындай болады. Короче, осылайда женділерді келеді маған. Менің қызым бош дейді. Маған 3 жігіт ғашық болған. Менің қызым бош дейді. Мен көрем, ойланып көрем деймін ғой. Сразу я дей саламын. Ана үшінші кім еді? Ұмытып қалдым ана үшінші ненің атын. Бірінші аңсар ол аты әдемі, маған сол жігіт көз қатынайды. Общем, сондай қызым бош дейді. Мен жоқ, біріншіден жоқ дей салмаймын, көрем деймін да. Сөйтіп бір күннен кейін қатты ойнап кетеміз. Ең соңында сөйтіп кетеміз. Сол туралы сіздерге ғана айтып жатырмын, достар, только. Мен сондай кімде сондай болған бәрі біледі ғой. Сендерге қазір айтқым келіп жатыр да. Қызық болғандықтан менде істегім келіп. Сол үшін сондай болды. Еще ана Нариман менде солай істеді. Еще именно маған істеді еді, достар. Прекрасно. Оның үстіне бүгін осындай тоналка или болмаса осындай тоналка шығатын боламыз, достар. Солай істеді да маған. Мен айттым. В общем, андай қалай айтсам болады екен. Солай істеп болғаннан кейін бір кезде екі інімге қалды. Мен не істеймін деп неге бар қорқып баратқанмын ғой. Шуға көріп қойған бәрін. Не істеймін деп келатқанмын ғой. Сөйтіп мамаға бәрін айтып берді. Еще күшті күн қылып жасайын дегенбіз біз сол күнді. Сөйтіп бәрін айтып берді. Мама настроение алды. Не істейміз деді ғой. Мен кешіріңізші, емес дедім. Примерно 6 жастарымда сондай болған. Кешіріңізші, емес деді мен. Сосын айтады. Вот, папаң айтам деді ол маған. Сразу. Кешіріңізші дедім да, сөйтіп папаға келді, айтып берді. Папа да маған ұрсы тиісті. Сөйтіп ары қарай ұрыс естідім да, жауабымда отырып алдым да. Ротын жедік сол кезде негізі. Сондай әдемі күн болайын деген ғой. Мен болсам сонда қуып жүрмін ғой. Сөйтіп ротын жедік те, қайтадан телефон көріп жатып қалдым. Одан басқа сол жаман қасиаққа кірдім. Қазір ол бала Талдықорғанға көшіп кетті. Мен Талдықорғанда тұрамын тоже. Талдықорғанға көшіп кетті ма, или Талғарға көшіп кетті ма, бір рет келген сол. Мама қазір оларға, мама бұрында. Сосын тағы бір оқиғаны айтайын. Мама тағы да оған бірге солай істеп жатып. Мама, мен шықтым да мамаға айтып бергенмін ғой. Солай істеп болып, Нариман солай не істеді, қашып кетті ғой дедім да. Сөйтіп едім, аңсарды көре қалды да. Сөйтіп ары қарай не істеді, келді былай тұрды ғой. Берген деді ғой, короче. Мен қарадым. Мама, бізді олай ұрмайсыз, біреулердің балалары солай ұрады ғой дедім ғой. Қазір мама керісінше біреулердің балаларын жақсы көрді ғой. Біз емес. Біз қазір жайындағанбыз мамалардың қасында. Общем, сондай болды. Сосын солай істеді. Нариман туралы қазір айта салайын десек. Ол кезде тоже Нариман болды.
нормально. Давай, давай, давай деді. Қойшы мен де істеп көрейін деді. Өзі кірісіп кеткен ғой соған. Дедік қой, білмеймін. Бетпен босып тұр. Мадина деген қыз болды, мен солай дәл деп мен жек көремін ше қазір. Нервім ауырады сол қызға. Қатты нервім ауырады. Апшым сондай болып тұр достар. Тағы да қандай видеоларым бар еді. Келесі видеода саламын оны. Ертеңгі күнде саламын достар. Соған нервім ауырады. Расыл. Видео салып, боянып, мамасы білмейтінін мама қараңыз, көріңіз. Расыл, сен айтпаймын дедің ғой. Көріңіз бе? Туй. Өшіріп тастайын түсірдің ба? Расыл. Расыл. Сапсыдан видео болмаған. Жаңа көрсетпеймін деген ғой негізі. Саптыстады. Кешенің өзіне маған соны Расыл нервіме тиді. Қазір сол маған. Анарды көрдіңіз, айттым ғой, дәлел ма? Мамар ұйықтап қалып, мамарға айтқан негізі мен баянам деп айтқанды жоқпын, бірақ Расылға айтқам. Айтпай қойшы, бүгін бір рет болсын баянайын деген. Негізі маған хабарласады баян опа. Сондай достар. Көрдіңіз ғой, иә? Дәлел. Мына видеоны көріп алыңыз. Саламын ғой қарсы. Қайсы? Ойбай, неге көрсетіп алды? Бір лайк. Күшті бейсақ қойыпты ғой. Короче, Омарбекова Алмагүл мамамның аты. Соның ютубтағы аккаунтын ашып алған. И потом соны не істеп жүр ғой, көрсетіп жүр ғой маған. Ода бірақ аз просмотрлар бар. Мен деймін, маған дей алмайды ешкім. Мен еще жақында кіргем сендерге достар. Енді ақырындап істеу керек бізге. Төгіледі бұл. Бұл сіздерге менің немді беріп кетіңіздер, қалай боянғанымды, қаншаға бояғанымды. Я ма, достар? Жай ма? Шын арамапты. Шын арамаған. Мен бет бәрі бақ қойды достар. Мен ес қап-қара боламын, бетін аңғырт отырамын ғой. Общем, сондай болды да, мен айттым. Сразу айттым мамаға. Ей, қашты ғой бәрі. Деп қашты ғой. Йо, деген соң. Неге қашып кетті ай? Сорлап едім ай, деді ғой. Тағыдан келайық. Хизи болайық. Негізі арабский духилар қазір хит болып жүр десем ма?
сосын бір мороженое хит болып жүр. Сәлем достар. Андай ананасный мороженое хит болып жүр. И мынандай бір осындай сияқты кішкене осындай томпалақтан астыңғы жақ и мына жағында не сияқты бәле. Бірақ оны мен жеп көрген де жоқпын. Жеп көрсек. Осындай нұрасықты түсіп жатыр видео. Екі комнатты көрсетпеймін. Екі комнатты көрсетпеймін. Астыңғы комнатты көрсетпеймін. 100 лайк и 100 Мен ертең биге барамын достар. Бүгін сол биге дайындауым керек. Біз ол биден тоже конкурстарға барамыз. Бас жүлдені именно біз гандиаламызға бара салғанда бас жүлде привет деп тұрады бізге. Сосын келеміз. Давай дейміз ғой. В общем, сондай болды. Кірпік мәдемі көрінеді. Мен сіздерге биімнен билеген биімдерді комментарийға егер 100 лайк осы видеоны жасасаңыздар, онда мен екі биімді сол салып жіберемін, түсініңіздер ме? Сосын біз скоро конкурстарға барады екенбіз. Содан сіздерге тоже видеоны түсіремін и салатын боламын. В общем, сол. Мынау диванда. Мынау менің әпкем. Сезім? Көрді? Привет. Бұл да өзінің видеосын салып жатыр. Салып жүрмәді. Не жасырып жатыр? Ештеңеошым сондай салып жатыр деп жатыр. Жаңағы айтқанымдай барлығын жинап қойсаңыздар, онда достар, мен сіздерге соның барлығын салатын боламын, достар. Әпкем. Мен болған ақтоқ емес, бізде негізі барлық тоқилар бар. Еще менің комнатам кішкентай, Нұрасудың комнатасы қазір көрсем барлығы үлкен. Апалардікі де үлкен, менікі ғана кішкентай ғой. Апалардікі де скоро үлкен болады. Еще диван, төсектер бәрі бар да. Менде тек қана осындай не бар? Шкаф бар, только шкаф, төсек жоқ. Бірақ төсек жатқан кайфтай. Не қысылма, кейін жатасың 3 жыл, бір жағынан мынандай болады ғой. Сыстықтамайсың, термемейсің. Мамалардың бәрі мен комнатаға ақшады ғой. Мен комнатам кайфтай ғой, бәріне де. Соны енді білдім достар. Бізде былайша ондай емес деп ойлаймын. Қазір боянғаныма не бересіздер? Қандай бал беріп кетіңіздер? Мысалы, 10-нан бастап 10-ның 20-сы, 10-ның 30-сы дегендей. Негізі мен осындай концерттерге барған кезінде ғана боянамды. А так что бай рұқсат бермейді маған. Негізі тоже басында барған кезде рұқсат бермейміз деп рұқсат берген. Соны беретін болып тұрады достар. В общем, мен боямайыма баға беріп кетіңіздер. Қазір көрсетейін. Сосын қазір неше түрлі фотоларға түсуандай и бетін қайтып жоқ ұстайын. Мына қандай баға беріп кетесіздер? Просто ұзын кетпейтін бір әлі болып кетті.
Достар бар. Достар. Стой едім. Столға болмайды екен. Біз түнеп кетеді екен. Всем пока.